жанымсың, сені іздеп шынға шықтым. Ассалаумалейкум достар, сіздерге жақсы бір арнаны көрсетейін деп тұрмын. Бұл Мади FIFA деген. Бұл жерде өздеріңіз аттарынан байқағандай FIFA туралы түсіріледі, және де PES Mobile'да бар. Бұл жерде бізде қазір YouTube'да өте аздау PES Mobile туралы, PES туралы да аздау, сондықтан да осы жерде PES ойнайтын жандар болса, осы жерден де видео көрулеріңізге болады. Және де футбол туралы да шығаратын видеолар бар. Осындай бір голдары бар, өте керемет. Көріп тұрғаныңыздай осындай видеоларын қарап бағалап кетулеріңізге болады. Бұл жерде қазақ бауырымыз, сондықтан да қазақты қазақ қолдамаса басқа кім қолдайды, сондықтан да қолдап жіберіңіздер достар. Ассалаумалейкум достар, сіздермен Қазақ Орда каналы видеоны басып жүріп, сіздерден барынша қолдау күтем. Қолдау дегеніміз енді біздің арнаға жазылу және де лайк басуды ұмытпаңыздар достар. Қолдауларыңызбен біздің видеолар көп шығатын болады. Енді тағы бір сіздерге осындай видеоларды бірі өздеріңіз білетіндей Division Rivals'та жаңа бір ай ойыншысы деген жыл сайын осындай бір событие келіп тұрады. Бұл жерде 30 ойынды ойнап өзіңіздің бір сыйлығыңызды аласыз. Бұл жерде награда дейді, өзіңіздің бір жинап осындай бір апта ойыншылардан құралған ойыншыларды беретін болады. Бұл жерде өте керемет ойыншылар бар, жақсы ойыншылар да бар, сондықтан да сіздермен бірге ашатын боламыз сол пактардың бірін. Және де команда недели деген бұл апта ойыншылардан да пак ашатын боламыз. Бүгін өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай осындай 2 миллионға жақын біздің монетамыз бар. Соған бәріне апта ойыншыларын ашатын боламыз. Енді бұл жерде мен осындай жинаған едік. Осылай жетон бар, және де 2 ойыншы түсу керек, және де 600 000 монета береді. Енді бұны біз ашып қарайтын боламыз, қандай ойыншы түседі екен. Ал көрейік. Бұл жерде Родак түсіпті, өте керемет. Және де Ромело Лукаку, міне достар, Ромело Лукаку түсіпті. Бізде өте керемет ойыншылардың бірі түскен екен. Енді қақпашы кішкене төмен рейтингте, бірақ болады. Біз скриншот жасап алайық. Бұл жерде жақсы, бірінші пак өте керемет түсті десек те болады. Енді орташалап, мұнда керемет емес, тақайды енді бұлай. Енді біздер осы жерде команда недели бар, өздеріңіз білетіндей апта ойыншылары, солардан ашатын боламыз. Наборға кіріп, бізде 1-2 миллион жарым бар. Енді сіздер үшін аямай бұл жерде ашып жатырмын. Сол үшін лайкпен қолдап жіберейік достар, барынша лайкпен. Біреу ашылады бізде, сондықтан сіздер үшін аянбай осы жерде видеоларды ашып жатырмын. Ал көрейік, бұл жерде кім бірінші пакта. Біз Балачи дейді, Питик шықты. Бұл жер Питик қателеспесем Миланда өте керемет ойнады. Бұл ойыншы бірақ Гертаға кеткен екен. Ал көрейік, екінші пагымыз. Бұл жерде центральный бізде ПСЖ-ның ойыншысы. Жақсы, бұнда өтіп кетейік. Үшінші пак. Бізге енді элита керек. Жоқ, бұл жерде де элита жоқ, өкінішке орай достар. Тағы бір соңғы пактардың бірі қайда? Бізге 80 рейтинг өпші түспей жатыр ғой. 80 рейтинг түссең жоқ. Бұл жерде де жоқ, өкінішке орай. Жақсы, бұл жерде енді кейін түспесе де Матип болсын, біреу түскен жақсы болар еді. Бірақ қайдан бізге түскен жоқ. Енді тағы қарайық, 250 000 монета бар. 250 000 монетада қандай ойыншы түсу керек екен. Бізге Бинтик түсті, Бинтик және де ойыншы жоқ. 68 рейтинг өте төмен. Жақсы, тағы бір ашатын боламыз. Бірге тағы да бұл жерде де көріп тұрған жоқ. Пабло, Рафиня, сол өте төмен рейтингтер. Кейн, Инсини, Лопш сияқты
триппер сияқты ойыншының біреуі шыққан жоқ әлі. Өйткені төмендеулер шығып жатыр. Міне тағы да 76, 71. Тек бұл жерде де ойыншы жоқ. Өкінішке орай, иә. Бос кеткен монета десек те болады. Монетамыздың бәрі талаға кетті бұл жерде, өкінішке орай. Иә, бұл жерде де ойыншы жоқ. Оттавио дейді. Қателеспесем. Енді достар, сіздерден барынша осылай болды деп ойлайсыз. Өте бұл жерде ойыншыға түскен жоқ, сондықтан да кішкене көңілді түсіп қалды. Енді біздер тек Ромео Лукаку және де қателеспесем бұл жерде бізде Ромео Лукаку, Родак деген ойыншы түсті. Енді қойып барайық қалған ойыншыларымызды. Бұл жерде Ромео Лукакуды қоятын болсақ, бірақ рейтингіміз түседі екен 91-ге. Қақпашы бізде Родак, бірақ кісігірініз түсіп кетуі мүмкін. Достар, осылай видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Өкінішке орай кішкене аздау болып қалды. Сондықтан да лайктарыңызды қолдап және де арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Ал достар, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.